Билл есімді тамаша және өте құрметті прокурор бейнеленген. Ол президент сарайындағы ықпалды саясаткерлер тобына қарсы ірі сыбайлас жемқорлық ісін жүргізген байыпты тергеуші болды. Тергеу барысында ол бұрынғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы инспектормен кездесті. Ол үлкен сенім белгісі ретінде оған барлық қажетті құжаттары бар флеш-дискіні берді. Шенеуніктерге қарсы негізгі дәлел. Тәуекелге барғысы келмеген Билл қауіпсіздік үшін флеш-дискіні бірден етігіне тығып қойған. Билл үйіне қайтып келе жатқанда, оған бүкіл әлем алақанында тұрғандай көрінді. Ол шындықты ашуға өте жақын болды. Бірақ ол көшеден өтіп бара жатқанда, оны тергеп жатқан шенеуніктер жалдаған жүргізуші қағып кетті. Соққыдан ол есінен танып қалды. Қаскүнем көліктен түсіп, Биллдің қалталарын тонап, флеш-дискісін алып кеткен. Бірақ өлтіруші өлімге әкелетін қателік жіберді. Олар оның күртесінің қалтасынан дұрыс емес флеш-дискіні алып шықты, бірақ оның етігіндегі нақты флеш-дискіні мүлдем жіберіп алды. Келесі күні бұл жаңалық бүкіл Кореяны дүр сілкіндірді. Үкімет өкілі Биллдің жол апаты өзін өзі өлтірудің сәтсіз әрекеті екенін және оның сыбайлас жемқорлық ісіне еш қатысы жоқ екенін айтты. Бірақ бәрі бұлай емес екенін білді. Бірнеше күннен кейін Билл ақыры комадан оянды, бірақ басына тиген соққыдан қатты амнезия пайда болды. Оның интеллектісі күрт төмендеп, өзінің қабығына айналды. Бір жылдан кейін Билл мүлде басқа адамға айналды. Ол өзіне күтім жасауда қиындықтарға тап болды. Тіпті көгерген тағамдарды да жеді. Бұл қалыпты жағдай деп ойлады. Ол күнде бірдей киім киетін. Сары спорттық костюм оны Брюс Лиге қатты ұқсатты. Күнкөріс үшін ол ересектердің көңілін көтеру үшін парақшалар таратып, жалақысы төмен фрилансер ретінде ай сәулесін түсірді. Жалақысы аз болса да бейқам жігіт еді. Бір күні ескі досы Биллді алыстан байқап қалып, оған жанашырлық танытып, оны мейрамханаға шақырды. Жақсы тамақтануға дағдыланбаған Билл аштықтан өлгендей тамақтанды. Досының көңілін қалдырғаны үшін Билл бұл адамның кім екенін және оның бір кездері данышпан прокурор болғанын білмеді. Бұл арада фильмде жоғары деңгейлі бутикте дизайнер болып жұмыс істеген Мия есімді тәтті және әдемі жас әйел бейнеленген. Ол маңызды клиент Хеленге арналған арнайы көйлекпен жұмыс істеді. Бірақ Хелен бұл көйлекті киіп көргенде ол тым тар болып шықты. Атағы бар әйел болғандықтан Хелен Мия оны мазақ етіп жатыр деп ойлады да, ашуланып, оның бетінен ұрды. Мия бірден жұмыстан шығарылды. Сол түні Мияның жүрегі жараланып, көз жасын тия алмады. Ол жылап жатқанда, оған үйден шығару туралы хабарлама берілді. Билл оның көршісі болып шықты. Ол қолма-қол ақша қажет болғанда, оған жиі көмек сұрайтын. Ол оған электр энергиясының төлемін көрсетіп, оған қарызға ақша бере алатынын сұрады. Онсыз да есінен танып қалған Мия оған ашуланды. Келесі күні Мия пәтерінің алдында бірнеше күмәнді тұлғалармен бетпе-бет келді. Олар бір ай бойы қарызы бар жиені Картниді іздеп жүрген қарыз жинаушылар болды. Картнидің ата-анасы қайтыс болды. Сондықтан жас келіншек қазір Мия апайымен бірге тұрады. Ұрыс-керістің ортасында Билл сүрініп, пәтерінен шығып, не болып жатқанын байқады. Мия қарызды өзі төлейтінін батыл айтты. Содан кейін күн күркірегендей, Билл де қарызды өтеуге көмектесетінін айтты. Бұл барлығын таң қалдырды. Қарыз жинаушылар кеткеннен кейін, Мия Картниге несие акулаларына хабарласқаны үшін ақша жинауды ұйымдастырды. Билл әдеттегідей қызық тыңдауға тырысты, бірақ ол құлағын қабырғаға тіреген бойда кенеттен өзінің энергиясы өшіп қалды. Содан кейін фильмде Джордан есімді нағыз кейіпкер, жалғызбасты акула және қатыгез гангстер пайда болды. Несиесін төлей алмаған клиент оның кеңсесіне келіп үзіліс сұрады. Бірақ Джордан бұған мүлдем мән бермеді. Ол кедейді ұрып соғып, содан кейін дәрігерді шақырып, қарызын өтеу үшін оның органдарын тартып алды. Көп ұзамай оның кеңсесінің менеджері кешігіп, өзін кінәсіз етіп көрсетіп, кейбір жеке істерін шешу керек екенін айтты. Қызметкерінің құмар ойындарға құмар екенін білген Джордан ашуланып, оны аяусыз ұрып тастады. Осы уақытта Мияның әкесі Грег ұрлық жасағаны үшін түрмеге жабылғаннан кейін ақыры түрмеден босатылды. Ол бостандыққа шыққанына қатты қуанды, бірақ сонымен бірге өзінің ескі сыбайласына кек сақтады. Ескі сыбайласы Норманның өзін күтіп тұрғанын көргенде, ол есінен танып қалды. Бақытты кездесудің орнына Грег Норманды түрмеге жіберуге рұқсат берді деп айыптап, оны бірден ұра бастады. Норман оған тофудың бір бөлігін беріп, оны тыныштандыруға тырысты, бірақ Грег оны Норманның бетінен ұрды. Басқа жерде Стивен есімді жас жігіт ауруханада отырды. Ол кеңістікке қарап, жүрегі ауырып, уайымдады, өйткені анасына қымбат операция қажет болды. Ол оны көтере алмады. Сол күні кешке Билл тағы да Миямен кездесуге барды. Бұл жолы ол көмекке келді. Ол оған заңсыз жұмыстан шығарылуына шағымдану туралы хат берді. Бұл оған жасаған барлық қиындықтарын түзетуге арналған кішкентай қимыл. Мия қатты әсер етті және оның шынайылығын көріп, оған мерзімі өткен электр шотын төлеуге біраз ақша берді. Келесі күні Грег пен Норман Мияның пәтерінде пайда болды. Ұры ретіндегі көп жылдық тәжірибесінің арқасында Грег құлыпты оңай бұзып, ішке кірмекші болды. Билл әлі күнге дейін спорттық костюм киіп, оларды көріп, мұнда не істеп жүргендерін сұрады. Грег жауапты әке болуға тырысып, өзінің кім екенін түсіндірді.
Ал Билл өзінің жаңа қарапайым мінезімен оған осындай жақсы қызы болғаны үшін алғыс айтты. Көп ұзамай Мия үйіне оралып, әкесі мен оның досын сол жерден тауып алып, бірден ашуланды. Ол жаңа ғана жұмыстан босатылғанына қатты ашуланды, жиенінің қарызын өтеп жатыр еді. Енді оның өмірінде жалқау әкесі қайта пайда болды. Мияның оны көргісі келмейтінін көрген Кортни Грег пен Норманға жалдау ақысын төлеуге көмектесу үшін Биллдің пәтерінде тұруды ұсынды. Олардың барлығы келісті және сол түні олар қараңғыда бірге өмір сүрді. Биллдің электр қуаты өшіп қалғандықтан шамдарды қолдануға мәжбүр болды. Келесі күні Хелен Джорданның жақын досы екені белгілі болды. Ол ақшаны Джорданның несиелік бизнесі арқылы өткізіп, оны мафияның бастығына айналдырды. Біраз уақыттан кейін Джордан мен оның адамдары Хеленге тиесілі үлкен қап лас ақшаны жеткізу үшін жасырын күзет үйіне бет алды. Джорданның көмекшілері оларға ақшаның бір бөлігін ұрлауды ұсынды. Бірақ не істерін білетін Джордан бас тартты. Ол Хеленнің барлық жерде байланысы бар екенін жақсы білді және ол ақша жоғалып кетсе, оны өлтіремін деп ойланбастан. Ақырында олар бақылау камералары мұқият күзететін және сыртынан қараусыз қалған үйге жетті. Осы уақытта пәтерге оралғанда Грег Биллге электр ақысын төлеу үшін қолма-қол ақша берді. Билл өзінің жинақ ақшасына қарап, Грег пен Норманның оны тонап кеткенін түсінгенше, бақыттың 7-ші аспанында болды. Билл ашуланып, олардың артынан жүгірді. Норман мен қысқа жанжал болды. Ал Грег оларды бөлуге кірісті. Норманның қалтасынан ақшаны алып, оны Биллге қайтарды. Бір аптадан кейін Джорданның адамдары Мия мен Кортниді қарызын төлемегені үшін ұстады. Бірақ бұл жолы Джордан таңқаларлықтай мейірімді болды. Ол Мияны қатты қызықтырғаны анық және келесі айда қарызын өтей алатынын айтып, оларға уақыт берді. Кортни қатты қуанып, бәрін төлеуге уәде берді. Бірақ олар кетіп бара жатқанда, Мияның ішкі сезімі оған бірдеңе дұрыс емес екенін айтты. Ол Кортниден қанша қарыз екенін сұрады. Ал Кортни қарыздың өзі үлкен емес екенін түсіндірді. Бірақ күнделікті пайыздар мен комиссияларға байланысты ол аспанға көтерілді. Содан кейін Мия Кортниге банкке барып, несие акуласын төлеу үшін заңды несие алуды ұсынды. Келесі күні бутиктің жанынан өтіп бара жатып, Мия терезеде тұрған әдемі көйлекке таңырқап, қазып алғандай тоқтады. Дәл осы сәтте Джордан көлігімен келіп, оны түскі асқа шақырды. Мия оған мейірімділігі үшін алғыс айта аламын деп ойлады. Көп ұзамай Джорданның адамдары өзі жақсы көретін көйлекпен шықты. Ол оған оны кешкі асқа киюге болатынын және енді қарыз туралы алаңдамайтынын айтты. Мия ақыры тынығамын деп ойлап, қатты қуанды. Бірақ олар бизнеске кіріскенде Джордан өз ниетін ашық айтты. Ол оның сүйіктісі болғанын қалады. Ал оның орнына ол оған және оның отбасына қамқор болады. Мия шошып кетті. Оның шарасыз жағдайына қарамастан, ол әлі де өзін өзі құрметтей берді. Ол оның бетіне стақан шашып жіберді де, ашуланып, қарызын соңғы тиынына дейін өтейтінін айтты. Сол түні Мия үйіне қайтып келіп, оның пәтерінің толығымен тоналғанын және Кортнидің жоғалып кеткенін көрді. Үрейленіп, ол тікелей Джорданның кеңсесіне қарай бет алды. Ол ашуланып, оған кейінге қалдыруға уәде бергенін еске салды. Бірақ Джордан күліп, жиенінің қарызы қазір барлық пайызбен миллиондаған вонды құрайтынын айтты. Ол сөйлеп тұрғанда, оның адамдары қанға малынған қол сөмкесін көтеріп кіріп келді. Мия шошып кетті. Ол қолма-қол ақшаға толы сейфке қарап, Джорданның жалғыз акула ғана емес, қатыгез мафиоз екенін түсінді. Міне, ең сәтсіз сәтте Джордан Мияға Кортни қол қойған келісімшартты көрсетті. Бұл несие төленбесе, қарыз алушы өз органдарын қайта өңдеуге өз еркімен тапсыратыны туралы қорқынышты заңды келісім болды. Мия шошып кетті, бірақ оның басқа амалы жоқ екенін білді. Ол несие картасын алып, Кортнидің барлық қарызын төледі. Бір аптадан кейін Джордан одан кек алды. Ол өзінің бұзақыларын пәтерге жіберді. Онда олар үлкен дүрбелең тудырды. Бұл үй иесін Мия мен Кортниді үйден шығаруға және олардың жалдау кепілін ұрлауға итермеледі. Грег мұның бәрін естіп, әділ ашуға толы болды. Ол қызына көмектесу керектігін білді, тіпті егер ол қылмыс өміріне қайта оралу керек болса да. Біраз уақыттан кейін Норман Грегті үлкен банктегі тамаша хакермен таныстырды. Ол Стивен болып шықты. Ол анасының операциясын төлеу үшін ақшаға зәру болды. Үшеуі банктегі тонауды жоспарлау үшін Биллдің пәтеріне жиналды. Олар білмей, Билл пайда болды және бәрін естіді. Ол бірден Мияға естігенін айту үшін жүгірді. Бірақ ол үйге баса көктеп кіріп, әкесіне жанжал шығарды. Ол қатты ашуланып, оның әлі де ұрлық жасап жатқанына сене алмайтынын айтты. Ол шыдай алмады және оған өз өмірінен қатты күйзелгені сонша, ол өз өмірін қиып кете жаздағанын айтты. Оның жылағанын бәрі аң-таң болған үнсіздікпен бақылап отырды. Ал әкесінің әрекеті соңғы тамшы болды. Ақыры әкесі жағдайды түзету үшін не істей алатынын сұрағанда, ол тағы бір тонауға келіскен жағдайда ғана оны кешіретінін айтып, жұртты таңғалдырды. Бірақ бұл жолы мақсат Джордан Сейфл болады. Мияның ұрлыққа деген таланты бар екені белгілі болды. Ол мұны әкесін бақылау арқылы үйренді.
ол операцияны басқаруды өз мойнына алды және Иорданияның кеңсесіне кіретін барлық қауіпсіздік жүйелері мен кіреберістерін түсіндіретін брифинг өткізді. Ол үй тапсырмасын орындап қойған. Ол сейфтің ескі аналогтық модель екенін және оның алғашқы сандар комбинациясы 30 және 70 екенін айтты. Бұл жаңалық Норманның алманың алма ағашынан құлап кетпейтінін айтуына себеп болды. Команда келесі бірнеше күнде ғимаратты бақылап отырды. Стивен қауіпсіздік камераларын бұзып, олар әр кеш сайын курьердің азық-түлік жеткізетінін, содан кейін 40 минуттан кейін пайдаланылған тәрелкелерді алу үшін қайтып келетінін анықтады. Команданың жұмысты аяқтауға уақыты аз болды. Мия жоспарды ұсынды. Картни оның назарын аудару үшін курьерді азғыру керек еді. Осыдан кейін Билл тамағына ұйықтататын дәрі салды. Жоспар орындалмады. Картни табиғи азғырушы емес еді. Ал оның ыңғайсыздығын көрген курьер жай ғана кетіп қалды. Картнидің бәрін бүлдіргені үшін жүрегі ауырды. Бірақ Мия өз жоспарларын жүзеге асыруға бел буып, оның орнына отыруға шешім қабылдады. Мия келесі күні кешке әдемі киім киіп, өзіне деген сенімділігін көрсетті. Бұл жолы курьер жай ғана шошып кетті. Курьер алаңдап жатқанда Билл тамағына ұйықтататын дәрі құйды. Тамаққа ұйықтататын дәрі қосылып, күзетшілер оны жеп, ұйықтап қалғаннан бірнеше минут өткен соң, Грег, Норман және Стивен Джорданның кабинетінде болды. Стивен өзінің хакерлік шеберлігінің арқасында көзді ашып, жұмғанша цифрлық құлыптарды бұзды. Бірақ аналогтық сейф, жаңа және заманауи, ол ешқашан қол тигізбеген нағыз ауыртпалық болды. Ардагер ұры Грег оны аша алмады. Тіпті Мия берген сандар тіркесімін де пайдалана алмады. Ол жай ғана жаншылып қалды. Содан кейін Мия күтпеген жерден пайда болды және әкесінің кішкене көмегі арқылы сейфті ашты. Команда тез жұмыс істеп, сөмкелерді қолма-қол ақшамен толтырды. Бірақ есірткі бақылаушылары ояна бастады. Бұл есікке қарай ессіз серпіліс болды. Бақытымызға орай, Билл дәл уақытында келді және таңғажайып күшімен күзетшілерді жерге қойды. Команда ол жерден ақшамен шықты. Пәтерге оралғанда, олар олжаларын бөлісіп жатқанда, барлығы 7-ші аспанда болды. Грег сөз сөйлеп, барлығына жасырынуға және барлық ақшаны бірден жұмсамауға кеңес берді. Бірақ Мия әлі де әкесіне ренжіп, көшуге шешім қабылдады. Ол кетіп бара жатқанда, Билл оның қалуын қалап, артынан жүгірді. Ол оған киім ауыстырып, оны ерекшелендіретін ештеңе жасамауға кеңес беріп, оған кішкене кеңес беруге тырысты. Ол оған алаңдамауын, оның өзі ойлағандай мылқау емес екенін және оның жоспары бар екенін айтты. Келесі күні Джордан сейфін бос тауып алып шошып кетті. Оның адамдары оған полиция шақыруын айтты. Бірақ Джордан бұл өз-өзіне қол жұмсаумен бірдей болатынын айтып, оларды қатты ұрып тастады. Ол қауіпсіздік камерасының жазбасы өшірілгенін білгенде қатты ашуланды, бірақ содан кейін көлігіндегі жасырын камераны байқады. Ол ұрылардың фильмге түсіп қалғанына үміт артты. Жоспар жұмыс істеді, өйткені олар ұрылардың ізіне түсті. Оның адамдары Биллдің жаңа iPad ойын гарнитурасы мен сәнді сағаттарға ақша жұмсағанын анықтады. Олар оны дереу Иорданияның кеңсесіне апарды, сонда оны байлап, ұрып тастады. Джордан саусағын кесіп тастаймын деп қорқытты. Ал Билл үрейленіп, көзіне жас алып, жалғыз әрекет еткенін мойындады. Джордан ашуланып, мұндай қарапайым адам, мұндай күрделі тонауды жеңе алатынына сенуден бас тартты. Биллдің телефонына мәтіндік хабарлама келгенде, ол Биллдің саусағын кесіп алмақ болған. Джордан оны оқып, бүкіл экипаждың қатысы бар екенін түсінді. Джордан бүкіл топты басып алып, оларды кеңсесіне алып келді. Аурухана төлемдерін төлеуден түскен ақшаға олардың мейрамхана ашқанын көргенде, ол өз көзіне өзі сенбеді. Грег ол үшін басқа мекемені тонауға уәде беріп, келісімге келуге тырысты, бірақ Джордан бұл туралы естігісі келмеді. Ол оларға қорқынышты ультиматум қойды. Билл шахтаға жұмысқа сатылады. Мия мен Картни секс индустрияға сатылады. Ал қалған банды құлдыққа сатады. Олардың органдарын тартып алады. Команда қатты қорқып, егер ол оларды аямаса, оның айтқанының бәрін істеуге уәде берді. Джордан экипажды Хеленнің қауіпсіз үйіне апарып, оларға қолма-қол ақшаға толы бөлмені көрсетті. Үйді бейнебақылау камералары мұқият бақылап отырды және онда үнемі күзетші болды. Ол оларға қорқынышты тапсырма берді. Күзетші түскі үзіліс кезінде оларға ақша ұрлауға 1 сағат уақыт берілді. Егер олар сәтті болса, олардың өмірі құтқарылар еді. Бірақ егер олар сәтсіз болса, ол Мия мен Картниді өлтіруге бұйрық берер еді. Өмірі қауіп төніп тұрған команданың келісуден басқа амалы қалмады. Келесі күні тонау болды. Стивен қауіпсіздік камераларын сәтті бұзды. Ал Грег Билл мен Норманды кезекшілікке алды. Грег пен Стивеннің бұзу шеберлігінің арқасында үйге кіріп кетті. Сыртта жүргенде Норман портативті рацияны қалай пайдалану керектігін білмейтін Биллге көбірек ренжіді. Содан кейін қарт Норманға жақындап, онымен сөйлесе бастады. Олардың қақпағын жұлып ала жаздады. Бірақ Норман қарт адамды бәрі жақсы, әдемі деп алдап үлгерді. Үйге кіргеннен кейін Стивен сенімді түрде жоғары технологиялық цифрлық сейфте жұмыс істей бастады. Ол бұл торттың бір бөлігі болады деп ойлады. Бірақ ол қатты қателесті. Осы уақытта Джордан өзінің кеңсесіне оралғанда,
одан сайын уайымдап, Гректен әрі қарай әрекет етуді күтіп, сағатына қарады. Көп нәрсе осыған байланысты болды. 30 минуттан кейін Стивен бас тартты. Сейф тым күрделі болды, және оны уақытында бұзуға мүмкіндігі болмады. Грег үрейлене бастады, және одан берілмеуін өтінді. Ол Стивенге бұл олардың қызын құтқарудың жалғыз мүмкіндігі екенін айтты. Стивен шарасыз сәтте Грегтің телефонын алып, тәжірибелі хакерге хабарласты. Дәл осы сәтте Билл Норманға күзетшінің қайтып келе жатқанын айтты. Норман Биллге күзетшіні не болса да тоқтату керектігін айтты. Билл алға қарай жүгірді де, керемет, күлкілі сәтте күзетшінің велосипеді қағып кеткендей кейіп танытты. Күзетші абдырап, ашуланды, бірақ Норман жүгіріп келіп, күзетшіден жауапкершілікті өз мойнына алып, Биллді ауруханаға апаруын қатты талап етті. Күзетші құлықсыз келісті. Осы кезде үйге Стивеннің байланысшысы келді. Оның анасы аты аңызға айналған хакер болып шықты. Ол ұлының сәтсіздікке ұшырағанына көңілі қалды, бірақ көмектесуге келісті. Ол оларға қауіпсіздік жүйесінің тым күрделі екенін және миссияның тым қауіпті екенін айтты. Олар көздеген ақшасының үлкен тобырға тиесілі екенін білді. Бірақ Грег көзіне жас алып, тізе бүгіп, оны қайталап көруін өтінді. Ол ешқашан жақсы әке болмағанын және бұл оның жағдайды түзетудің соңғы мүмкіндігі екенін мойындады. Оның шынайылығына тәнті болған ол келісті. Терлеп, қарсылық көрсетіп, ол өзінің сиқырын жасады. Бірнеше шиеленісті сәттерден кейін сейф ақыры ашылды. Бірақ олардың қорқыныштысы, сейфте ақша жоқ еді. Ол кәдімгі қонақ бөлмеге ұқсады. Тек мүлдем бос болды. Олар әр бұрышты тексерді, бірақ таң қалдырғаны, ол жерден ақшадан басқа ештеңе таппады. Оларды Джордан орнатқан. Грег пен Стивен бас тартқалы тұрған кезде, Грег қабырғаның ар жағынан шыққан дыбысты естіді. Қолында су бөтелкесін ұстаған Стивен бөтелкені жылжытқанда дыбыстың күшейгенін байқады. Екеуі бір-біріне қарады да, бөтелкені қайта жылжытып, еденнен төбеге дейін ақшаға толы жасырын бөлмені ашты. Тіпті өмір бойы хакерлікпен айналысқан Стивеннің анасы да үнсіз қалды. Грег жеңілдік пен ашкөздіктің араласуын сезініп, Джордан мен Норманның адамдармен байланысып, оларға тонаудың сәтті болғанын хабарлады. Клиникада Норман Биллге Грегпен кездесу үшін оның артынан ваннаға баруын айтты. Бірақ олардың қалыпты әрекет ету әрекеті толығымен сәтсіздікке ұшырады, және олар ұсталып қала жаздады. Осы уақытта Джорданның кеңсе менеджері телефон арқылы сөйлескенін естіді. Оның жанында отырған әріптесі Джорданның бұйрығымен оны өлтірмек болған. Ол әріптестеріне мұқият қарады. Ал көліктегі шиеленіс одан сайын күшейе түсті. Сосын көзді ашып, жұмғанша бәрі бір-біріне қарсы шықты. Хаосты пайдаланып, байланған Мия мен Картни босап, қашуға асықты. Менеджер оларды ұстауға тырысты, бірақ сәттілік одан бас тартты. Ол келе жатқан көлікті байқамай, жүк көлігінің астына түсіп кетті. Қауіпсіз үйге оралғанда, Грег олардың фургонын ақшамен толтырып жатқанда, Стивен мен оның анасына қалғандары кетіп қалу үшін, өзін құрбан ету үшін осында қалатынын айтты. Оның Иорданияға барлық ақшаны беруге ниеті жоқ еді. Ол қызына жаңа өмір сыйлағысы келді. Ол көліктің кілтін Стивенге берді. Содан кейін ол Норман мен Биллмен кездесуге барды. Норман да, Билл де Грегтің қайда екенін сұрады. Ал Стивеннің анасы ақшамен қашып кетуге уақыт табу үшін өзін құрбан еткенін айтты. Олар Мия мен Картниді кездестіргенде, Мия бірден әкесінің қайда екенін сұрады. Оның өзін құрбан етіп жатқанын білгенде, ол барлығына кетіп, оны осында қалдыруды бұйырды. Оның түкке тұрғысыз әкесін құрбан ету туралы шешіміне қарамастан, ол бұл үшін шынымен жылады. Қауіпсіз жерге оралған Грег кішкентай Мияның суретін қарап шықты. Дәл осы сәтте Джордан пайда болды. Ол ашуланып, ақшасының қайда екенін айтуды талап етті. Грег оған ақшаның көлікте екенін және жөнелтуге дайын екенін жайбарақат айтты. Джордан өз адамдары оған опасыздық жасады деп ойлап шошып кетті. Грег күлімсіреп, оған алған ақшасы жалпы соманың бір бөлігі ғана екенін айтты. Содан кейін ол Иорданияға қолма-қол ақшасы бар үлкен бөлмені көрсетті. Джордан қуанып, екеуі Иорданияның көлігіне ақша сала бастады. Олар жолға шыққалы жатқанда, Грег кенеттен сейфтің есігін тарс жауып, Иорданияны ішке қамап, ақшаны жоғалтқаны үшін оны күнәға айналдырды. Грег күлімсіреп кетіп қалды. Ақыры ол басқаларды қуып жеткенде, олардың бәрі оны өлтіруге бара жатқан Джордан деп қорқып, оның көлігіне қарады. Ол қолма-қол ақша салынған жүк салғышты жайбарақат ашты. Мия оның Джордан емес, оның әкесі екенін білгенде қатты таңғалды. Олар жай ғана бір-біріне қарап тұрды. Содан кейін Мия кешірімінің белгісі ретінде оған әдемі күлкі сыйлады. Кейінірек олар ақшаны санау үшін бесеуімен кездесті. Олар ақшаның көп бөлігін мұқтаж жандарға арналған балалар үйіне беруді ұйғарды. Қазір ауқатты адам болған Билл өзіне жаңа киім сатып алды. Бірақ көшеден өтіп бара жатып, жол апатын көріп, естеліктер тасқынына ұшырады. Ол өткенде басынан өткен оқиғаны бірден есіне алды. Ақыры ол өзінің прокурор екенін және етігінде жемқор саясаткерлерге қарсы барлық дәлелдері бар флеш дискісі бар екенін есіне алды. Ол пәтеріне оралып, флеш дискіні алып, билікке жүгінді. Бір аптадан кейін прокурорлар туралы жаңалықтар қайта шығып,
Оның жемқор шенеуніктерге қарсы сот ісі интернетте тарады. Мия мен Картни өз көздеріне сенбеді. Олар маңайдағы қарапайым адамның данышпан прокурор болып шыққанын көріп, үнсіз қалды. Бұл арада Джордан әлі де сейфте қамалып отыр. Енді күзетші мен Хеленнің мейіріміне бөленді. Бүкіл команда өздерінің жаңа қымбат көліктерін көру үшін соңғы рет жиналды. Өйткені олар байып қана қоймай, қалада әділеттілікті қалпына келтіргенін білді. Биыл олардың жемқор үкіметтің ақшасын ұрлағанын біліп, оны елемеуге шешім қабылдады және оларға ақшаны сақтауға рұқсат берді.